Маймақ қаз. Тық, 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 тық. Ерен қабырға деген жазық даланың қойнауында, жылы жақтан оралған ата-анамыздың былтырдан қалған саршұнақтың шөп төсеу үшін жасалған ұясында ең соңғы жұмыртқаның ішінде жаттым. Өзімді қоршап тұрған қабықтың қабырғасын тұмсығыммен шоқып қалып едім, ол жарылды. Алдымен қылқиып басым шықты. Ең алғаш көргенім көгілдір аспан болды. Көк аспанға құмарта қарадым. Онда ақбауыр бұлттар жүзіп жүрген, аспанның бір жағында жарқыраған күн көрінді. Қараған кезімде ол сондай ыстық еді. Дүниеге жаңа ашылған жанарымды қарып кетті. Одан да жасқанып, басымды төмен салдым. Енді жап-жасыл шөпті, оның астынан қоңыр топырақты көрдім. Таңдана қарап тұрғанымда, анандай жерден менің анам: «Әкесі, қарашы, біздің 7-ші балапанымыз жарық дүниеге келді», деп мақтанышпен жар салды. Анау жақтан менің әкем Атағас ұзын сирақтармен қаздаңдай басып келе жатты. «Еркек пе, ұрғашым өз», деп қаңқылдады. Жарық жұмыртқадан басын шығарып қана тұрған маған әкем жақындап, бауырымнан төмен жабысып қалған қабыршақты тұмсығымен шоқып жіберді де, сүйкені бір айналып шығып: «Еркек», деп қаңқылдап жауап берді. Анам жарықты жұмыртқадан басын шығарып қана тұрған маған жақындап, бауырымнан төмен жабысып қалған қабыршақты тұмсығымен шоқып жіберді де, сүйкені бір айналып шығып: «Еркек», деп қаңқылдап жауап берді. «Адамдар 7-ші ұлдан сақтан дейтін еді, батыр болар», деп сөйлей жақындады әкем Атағас. «Ой, бұл неге сонша кешікті? Әлде анжық болайын деп тұр ма?» деді. «Қойшы, қайдағын айтпай, кенже болған соң еркелеп жатып алған ғой», деп анашым арыжа түсті. «Қайдам, бүгін 30 күн болды», деп Атағас әлі бұрқылдап жүр. Ата-анам екеуі екі жақтап мені қабықтан аршып алды. Тәлтіректей басып, көк шөптің үстімен алғашқы қадамымды жасадым. Маңайымда менен бұрын туылған 6 балапан бауырларым шүпірлеп жүрген. Ата-анамыздың басы ақшыл, арқасы қоңырқай, бауыры сарғыш сұр түсті. Біздің бәріміз сарала балапандармыз. Әкеміз Атағаздың мойнында қарала белгісі бар, сирақтары ұзын, аттап басады. Мен жан-жағыма көп қарайым. Бауырларым біздің үйімізге бұрынғы саршұнақтың ұясына кіріп шығып, әке-шешеміздің бауырына жабысып тыным таппайды. Ал менің жата бергім келеді. Бұл жатысым анама ұнамады білем. Жетіп келіп мен тұмсығымен итеріп тұрғызып жіберді. Мен аяғымды апыл-тапыл басып, біраз жүрген болдым, бірақ құлай берем. Жапырақтар мен шөптерді шұқып таныстым. Күн ұясына батып бара жатқанда, ата-анамыз біздерді ұямызға жиып, екі жақтан қанаттарын жайып, балапандарын орталарына алып жата кетті. Бауырларым бірін-бірі итеріп, орынға таласып, шоқласып, әкемізден ескерту алып барып, ұйқыға шомды. Ұямызға таңғы күннің сәулесі себезгілегенде, Атағаз басын көтеріп сыртқа қарады. Содан соң үстімізді қымтаған мамығы мол қанатын жинап алып, орнынан тұрды да сыртқа шығып кетті. Артынан анамыз да беттеді. Біраздан соң менен басқа бауырларым да сыртқа сытылып жатты. Өзім орнынан созыла тұрып, мойнымды созып, тысқа қарадым. Менен басқа тіршіліктің бәрі ояныпты. Әне бір құрақтың бойымен жыбырлап құрт кетіп барады. Біздің ұяның қарсысындағы топырақтан құмырсқа көрінді бір мезетте. Менің жата бергенім ұят шығар деп сыртқа ұмтылдым. «О, кенжебайым менің, ұйқың қанды ма? Келе ғой», деп анам шақырды. Әкем
басқа балапандарына жапырақты, бүршікті қалай тауып жеуді үйретіп зыр жүгіріп жүр екен. Балапандар оның артынан қалмай әрнені шоқып кетіп барады. Менің анамның жанына барғым келді. Сөйтіп аналар сияқты жүгіріп ала жөнелейін деп тезірек ұмтылып едім, етпетінен түстім. Ойбау, не болды деп анам жүгіріп келіп құшақтай алды. Кішкентай ғана тұмсығым топыраққа кіріп кеткен екен, шығарып алып сілкіп жібердім. Өзім кеудемді көтердім. Анам мені сүйемелдеп тұрғызды. Анам неткен жұп-жұмсақ деп ойладым да тұмсығымды қанатының астына тықтым. Анам да мені еркелетіп, тұмсығымен түртіп жіберді. Жүре ғой, әкеңмен бірге оттауды үйренейік деп мені қорғаштай жолға бастады. Мен апамды қуантқалы жүгіріп кеттім келіп еді, тағы да болмады, жығылып қалдым. Балапаным-ау, саған не болған деп анам бейшара шырылдап келіп үстіме түсті. Мені тұрғызып алды да барлай қарап шықты. Ойбай деп шар ете түскен анамның даусын анау жерде жүрген әкем естіп қалып, ұзын мойнын бұрып, «Ай, не боп қалды? О не?» деді барылдаған даусымен. Ойбай-ай, әкесі, бері келші деп анам безілдеп тұр. Түк түсінбеген мен бір бүйірлеп жатырмын. Сол жақ сирағым анамның тұмсығының астында жатыр. Қарап тұрып, сұмдық көргендей шошиды. Қаздаңдап әкем жетті. Көзі ежірейіп кеткен. Сол аяғымның қалағын тұмсығымен түртіп барады да, «Ай, мынаның басы қисық бітіпті ғой. Кемді көрсеткелі тұр» деп үні жайсыздау шықты. Анам байғұс дауыс салып жылап жіберді. Бір сұмдықтың болғанын жүрегім сезіп, мен де түк түсінбесем де шиқылдап жылап жатырмын. Шешелі балалы жылаған екеумізге басқа бауырларым үрпейісіп қарап тұр. Бір кезде әкем, «Ай, қойыңдар енді. Өлгелі жатқан жоқ қой. Ар кетсе, маймаңдап, орталарында жүрер» деп зекіп жіберді. Содан бастап мен маймаға таныдым. Сол аяғымды сүйретіп, бауырларымның артынан қалмаймын. Олар зыр жүгіріп ойнап, бірін-бірі шоқып төбелесіп те жатады. Әкем әрқайсысына қуанышпен қарап тұрса, анам оларды ажыратып әуре. Мен анамның қалқасында дені сау, аяқ қолы бүтін бауырларыма қызыға қарап тұрам. Менің де солар сияқты алысып жұлысқым келеді. Бірақ олар мені ол төбелестеріне араластырмайды. Кейде өзім бел шешіп кіре кетсем, олар маған келгенде аяушылықпен қарап, мен ақырын шоқып, ақырын ғана тістейді. Еркек емеспін бе? Бұл аяушылық маған ұнамай, шақарланып, өзім оларды қатты тістеймін. Кейбіреуінің етін жұлып алам. Ондай кезде анам ескерту жасайды. Әкеме менің бұл қылығым ұнамай, кейде өз келіп мені теуіп жібереді. Аямаған қандай болатынын түсінсін дегендей. Мен қанша ауырса да дымды шығармайым. Байғұс анам келіп араша түседі. «Әкесі-ау, қойсаңшы, балапаныңды аямайсың ба?» дейді. «Өзі неге бауырларын аямайды?» деп әкем зіркілдейді. Әкенің жақсылығы жезде аяқ деген осы екен ғой. Ондай өзіміздің үйшілік төбелестерді қойшы. Бізде сыртқы жаулармен шайқастары да болып тұрады. Ондай шайқастар көбінде арасанға сусындау үшін суға жүзуге бара жатқанда, немесе көл бетінде басқа ауылдың қаз үйректері келіп қалғанда болады. Ерен қабырға деген даланың қойнауында Арасан деген қасиетті көл бар. Ол біздің бабаларымыздың жылы жақтан ұшып келгенде сағынышпен қауышып, жүзіп сайрандайтын мекені. Біз сол көлдің жағасында оттап, суына түсіп сусындаймыз. Біздің ата-анамыз сарауыздарын алдымен іннен шығарып өргізеді, яғни біздерді ертіп көлге қарай беттейді. Біз анамыздың соңынан томпаңдап еріп бара жатқанда, сол маңайдағы жыртқыш құстар мен аңдар байқап қалса бізге тап береді.
Аяғы сидиған әкеміз оларды тепкінің астына алса, анамыз бір жағынан қанатымен бізді қорғаштап, екінші жағынан сүйір тұмсығымен жауды шоқып төбелес салады. Біздер шиқ етіп екеуінің бауырына жабысамыз. Жаулар да оңай емес, біздің ата-анамыз да оңай емес. Кейде екі жақ қып-қызыл қан болады. Өзіміздің арасанға бара жолда бәрібір біз жеңіп шығамыз. Көлге жеткен соң бізді бір-бірлеп жүзуге үйретеді. Мен жерде жүргенде аяғым сүйреліп қиналғаныммен, жүзуге келгенде бауырларымнан қалыспайым. Оған анам ерекше қуанады. Әкемнің әйтеуір маған онша іші жылымайды. Көлге қарай келе жатқанда аяғын сүйреткен маған қарайлап жүрген анама қоқиланып, айғайлап тастайды. Анам бейшара әреңлесіп келе жатқан мені қанатымен итермелеп демеген болады. Арасында кенжем-ау менің. Сен соңынан шыққан соң әлсіз болдың ғой, бірақ әлі күшейесің деп алдарқатып та қояды. Онысын бірде әкем естіп қалды. Көзі ақиланып, мен осының жұмыртқада 30 күн жатып алғаннан ақ шошығам. Зөйсем, жетіл алмай жатқан екен ғой дегені. Анам шыр-пыр шығып, қойшы көкесі, кенже болған соң еркелеп жатып қалғанда деп қояды. Маған арасанға жету бір азап. Жетіп алсам, ешкімге бой бермеймін. Кейде ұядан шықпай, көлге барғым келмей. Бармайын десем, бауырларымның жүзіп ойнап жүргенін ойлап қызығам. Сондықтан жол бойы жау кездеспесе екен деп тілеп оянам. Бірде бәріміз тізіліп келе жатқанда анам, жау келді, тығылыңдар ойбай деп шыңғырып жіберді. Ештеңе түсінбеген мен де маймаңдап анама жүгірдім. Ол басқаны қойып, алдымен маған қарай құстай ұшып келді де үстіме жата қалды. Әкем де қанатын сабалап бірден істеп жатқан. Бір кезде барып тынышталғанда ата-анамыз бізді жинап алып естіртті. Қырғи деген пәле көктен су етіп келіп, бір бауырымызды ала қашыпты. Аты Көктүйнек болады. Атына заты сай, ішіміздегі ең тең-тегіміз еді. Әкеміз өте жақсы көретін. Оған қырғидың Көктүйнекті түйреп алып кеткені сұмдық батты. Анамды жеп жібере жаздады. Сен мына алтауын бірдей қарғидың көзіне түсіріп, жалғыз маймақты бауырыңа басып алдың, антұрған. Көктүйнекті алғанша, сол мәймиған пәлені алғанда болар еді ғой. Онсыз да көл мен екі арада осының жүрісіне қарайлап, жаулардың көзіне түсіп жүрміз деп тепсінді. Бауырларымның зәресі ұшып, бір жерге топталып тұр. Мен ортада қалыппын, бәрінің көзі менде. Анамның мен аяғанынан көзінен жас парлайды. Әкеме қарсы бірдеңе деуге батпайды. Әкенің аты әке ғой, еркектің аты еркек. Мынандай сөздерді естіген, анандай көздерді көрген менің өлгім келді. Қырғи алса, мені қалсын деп, көлге баратын жолға түсіп қаша жөнелдім. Өлем деп шиқылдадым. Бәрі әкемнен қорқып, бір-біріне тығылып тұр, ешкімде мені ұстауға ұмтылмады. Анам байғұстың ағыл-тегіл жылап тұрған жаным сезеді. Қашып білем. Ұшып жүретін қырғи да мені көрмеді. Жортып жүретін жыртқыштар да кездеспеді. Сол алған бетімнен қайтпай арасанға келдім. Келсем, көлдің беті тып-тыныш. Мен ары-бері жүзіп жүрдім. Бір кезде жағалауға суға түсуге балалар келді. Алдында олардан қорқып едім, олар бірдеңені су бетіне лақтырды. Қанша қорқсам да еркек емеспін бе? Батылданып, жүзіп барып шоқып көрдім. Балалар жағада маған қарап тұр. Жұмсақ, дәмді екен, жұтып жібердім. Дәмі таңдайыма сондай жақты. Су бетінде шашып жатқандарын түгел жеп алдым. Нан деген керемет тамақ екен. Оны кейіннен анам айтып берді. Адамдардың да ең сүйікті тамағы осы нан екен. Суда жүзуден жалыққанда жағаға шығып жапырақ, бүршік теріп жедім. Бірақ қаңғып жүрген маған ешкім тиіспеді. Жабайы құстар да, бөгде қаздар тобы да
сол күні көлге келмеді. Жалғыз өзім көл сұлтаны болып, еркін жүзіп, балалардың лақтырған нанына әбден тойдым. Қараңғы түсе бастағанда бойыма бір түрлі қорқыныш ұялады. Үйге қайтайын десем, менің жүрісіммен таң ата жетуге болады. Содан ерініп қалып қойдым. Түн қойнында қарақшылардың жүруі мүмкін ғой, а? Соны ойлауым мұң екен, қорқыныштан дірілдеп кеттім. Мана күндізгі өлем деп отымнан қашқанымды ұмытып, енді өмір сүргім келді. Анамның жұмсақ мамығын сағындым. Сол сағынышым бар, алдағы түннен қорыққаным бар. Апа деп жылап жібердім. Менің анамды іздеген мұңлық үнімді көл ғана естіді. Мені мазақтап, көл бетінде бір жаман бақа шошыды. Сол сорамаққан қалыбымда көлге төніп өскен сәмбіталдың бауырына барып тығылдым. Жағаға шығып паналауға қорықтым. Сәмбіталдың көлге түсіп тұрған бұтағының ортасына қарай барып жаттым. Ол жерде су аз, құрғақтау екен. Ұйқың келсе, қара таста мамық болар деп адамдар әндеткендей, ағаштың қалың жапырақты бұтағы маған үйіме ұқсап, көзім ілініп кетіпті. Бір сұңқылдаған сұмдық дауыстан шошып ояндым. Ол байғыздың үні екен, дауысының жарылсын-ай. Сол сұмдық дауыс жерге жарық түскенше бір тоқтамады. Мен де ұйықтай алмадым. Таң атысымен көлге алдымен екі ересек қаз келіп қонды. Шеткерлеу жүрген мені көріп, бері қарай жүрді. Олардан қорыққан мен кері қарай жүзе жөнелдім. Біздің көлде кейде тобы жат қаздардың төбелесі болып тұратын. Сол есіме түсіп, мына екі қаз мені түтіп жіберетін шығар деп зәрем ұшты. Ол екеуі менің қорққанымды түсініп, маған қарай өте баяу, достыққа шақырғандай су бетімен сырғып келе жатты. Көлді қызғанып, төбелескісі келіп бара жатқандар жылдамдата жүзіп, анадайдан қаңқылдап, әкіреңдей жөнеледі ғой. Мыналардың бұл жүрісін мен де жылы қабылдап, жеткен жерімде қалқып тұрып қалдым. Екеуі екі жағыма келіп, ары-бері жүзіп, маған сүйкеніп, апам сияқты қанатымен сипады. Біреуі ұрғашы, екіншісі еркек екен, екеуі ақ. Балапандар жоқ. Содан бұлар маған ерекше бір мейіріммен қарап, орталарын алып жүзді. Жағалауға шығып, бір шөп теріп жедік. Оларға үйренісіп қалған мен еркелей бастадым. Аяғымның кемдігін байқаған еркек қаз менің көкеме ұқсап, мені шеттетпей, қайта жанымда қорғаштап жүрді. Біз солай ойнап жүргенде, алыстан жеделдете басып, жартылай ұшып келе жатқан апамды көрдім. О, қайран анам! Әкемнің қақарынан қорқып мені кеше тоқтата алмап еді. Түнімен жыртқыш жеп кетті ме деп ұйықтамаған болу керек. Мына асығыс жүрісі мені іздеп шыққан беті болар. Мені алыстан байқаған ол қуаныштан қаңқылдап жіберді. Жанымдағы екеуі үрпиісіп қалды. Менің апамды төбелеске шақырып келе жатыр екен деп ойласа керек. Олардың көңілін жайландыру үшін мен апама қарай жүрдім. Анам келе сала мені бас салып, бауырына басып жылап жатыр. Аналы балалы екеуміз солай табысып жатқанда, алыстан әкеміз бастаған біздің топ келе жатты тізіліп. Менің қамқор қаздарым олардың көптігінен қорықты ма, көлдің арғы жағына қарай қанаттарымен суды сабалай ұша жөнелді. Әкем келе сала мені теуіп жіберді. Түнде бетіммен қаңғып кеткенім ұнамаса керек, басымнан шоқып та жіберді. Кінәмді сезініп, төмен қарап тұра бердім. Анам араша түсіп, оны итеріп шырылдап жатыр. Бауырларым үрпиісе қарап тұрды. Әкем менен ашуын алып, көңіл жайланған соң, бәрімізді бастап, көлге түсіп салқындадық. Жағаға шығып, жыбырлаған құрт құмырсқа аңдыдық. Біз жыбырлағанды аңдимыз, бізді бізден күштілер аңдиды.
сайрандап жүрсек те сақтанып жүреміз. Біз қарағанаттанғанша жерде жүретін мәлін деген жыртқыш тағы бір бауырымызды талап тастады. Көз алдымызда қансырап өлді. Әкем менің оларға тездетіп бере алмайтыныма жаны келді. Ол қанша жек көрсе де, мені не көктің, не жердің тағыса алмай, қанатым қатып ұшуға жарап қалдым. Байқағаным, ұшқанда ешкімнен кем қалмайым, ал жүзгенде тіпті алдыма жан салмайым. Мені кемітіп тұрған қара жерді басқанда сылтитын сол аяғымның теріс біткен басы болып жүрді. Сол әлсіздігімді сезетін өзім анамның маңынан ұзамауға тырысам. Оның да баққаны мен. Басқа бесеу бір төбе, мен бір төбе. Көлге келгенде жағадағы балалар мені қызық көріп нан лақтырады. Басқаларға қарағанда мен қорықпай жағалауға жақындап барып, сол әппақ тәп-тәтті нанды теріп жеп алам. Менің бұл еркін жүрісім әкеме ұнамай, «Ай маймақ, жағадан аулақ жүр, тұсаққа түсіп сорлайсың» деп айғайлап жібереді. Адамдардың ағданын жеген соң ба, мен балпанақтай болып шыға келдім. Бауырларыма қарағанда көзге ірі болып көрінем. Әкем мені ұстап алама деп қорқатын болу керек, әйтеуір өзіме қатал қарайды. Балапаны жоқ екі қаз да мені жақсы көреді. Біз жүрген маңайға келіп мені жағалайды. Әрдайым қамқорлық көрсетіп, шегіртке шаян тапса тістеп әкеліп алдыма тастайды. Көл бетінде біздің әулет жүргенде әншейінде басқа топтан қаз келіп қонса, төбелесе кететін әкем осы екеуіне тиіспейді. Балапансыз бақырларды аяйма кім білсін. Кейде екеуінің ортасында ғана жүзіп жүріп, өз тобынан бөлініп қала беретін болдым. Бірде көлдің түбектеніп қалған жағында жүріп, олардың кетіп қалғанын байқамай бөлініп қалып қойыппын. Түбектен шыққанда қарасам, біздің топ жоқ. Көлдің беті тып-тыныш, бөтен қаздардың тобы да жоқ. Арасанның далалдай көлінде 3-ақ қаз қалыппыз. Балапансыз екеуі және мен. Қорқыныштан зәрем ұшып кетті. Бірақ баяғыдай емес, қанатым қатайып, мойным ұзарып, даусым да сұңқылдай шығатын болып қалған. Дереу су сабалап, қанаттарымды қағып-қағып жіберіп, сұңқылдай жөнелдім. Екересек қаз да маған қосылып, ұшып ала жөнелгені. Бір топ болып ұшып ауылды айналып шықтық. Көзіме әкем бастаған топ көрінбеді. Бүгінде менің бауырларым ержетіп қалған. Әкем мен апама бәріміз қосылып ұшқанда, ауылдың үстіне 3 бұрыштанып сән беретінбіз. Төменде балалар қолын бұлғайды. Біз үшеуміз қанша ұшсақ та 3 бұрыш жасай алмадық. Аздың аты аз қой. Көк аспанның астында тізіліп біраз жүрдік. Ана қаз сұңқылдап ән салды. Мен де қосылған болдым. Ата қаз, бұл туған жер туралы ән. Үйреніп ал, күз түсі, жылы жаққа ұшқанда осы сазды айтып, қоштасамыз деді. Қараңғы түсі біз енді олардың ұясына келдік. Ұялары түбекке таяу жарғабақты екен. Мен екеуі екі жақтап қанатымен жауып жатты. Мен екеуінің мамығының арасында әлдидей болып ұйықтадым. Көбіне апамның бауырына тығылатын маған, адамдар айтпақшы, әкенің де бауыры жылы ұядай болатынын осы жолы сездім. Атағаздың бауырында жүрегінің дүрсілдегенін сезіп жатып, көзім ілініп кетіпті. Түсінде қашып бара жатқан бауырларымды олардан қалыспай қуып жүрмін. Аяғымның кемістігін сезбеймін де. Ертеңінде өз ата-анам мен бауырларыммен көл бетінде кездестім. Маған ешқайсысы да өткендегідей жақындамады. Анамның алыстан көз жастан бұлдырап, қарап тұрғанын сездім. Топқа ер алмайтын жаман ұлдан құтылғанына әкем қуанып жатқан шығар деп ішімнен кектен ойлап, мен де оларға барғым келмеді. Күні бойы үшеуміз көлде жүрдік. Менің жаңа ата-анам екі жақтап өбектей түседі. Жағажайдағы үйеңкінің көлге төгілген қызыл сары жапырақтарының ортасында
ұзақ жүздім. Баласы жоқ 2000-лық, мен ойда жоқ бауырларына салып алғандарына қуаныштан бастары айналып жүргенде қара суық түсті. Көл жағасында қалып мәжнүн талды, жел жұлқып, судың бетін жапырақ жауып кетті. Көлдің суы да бұңғыдай емес, су барады. Біздің судан көрі жерде жүруіміз жиіледі. Топырақ бетіне қырау тұрды, жәндік біткен жым-жылас. Оңтүстікке, жылы жаққа кететін мезгіл болды, деді бір күн ата қаз. Содан көп ұзамай, аспанда үшбұрыштанып, менің әкем бастаған топ жылы жаққа ұшып бара жатты. Оларға қарап тұрған менің көзіме қимастық жас толды. Тамағыма бірдеңе кептелгендей болды. Балапаным сол, қамықпа, біз де солардың артынан барамыз, деді. Жаңа анам менің жағдайымды түсініп. Бір күні әкем, апам үшеуміз бірден көкке көтеріліп, ауылды айналып жүрдік. Төменде үйлердің мұржаларынан түтін шығып жатыр. Ағаштардың жапырағы жерге шашылып, өздерінің бұтақтары сыйдиып қалыпты. Айналып ұшқан алты қаз, ағама сәлем айта бар деп, ертегіден үйренген өлеңдерін айтып қол бұлға төмендегі Ақтам деген ауылдың балалары. Анау қалып бара жатқан сенің туған жерің Ақтам деп аталады, деді әкем. Дүниенің қай қиырында жүрсең де, осы туған жеріңді есіңнен шығарма, есің алып, тағзым етіп жүр, деді апам. Біз енді тағы осында келеміз бе, деп сұрадым. Жылы жақты біз уақытша паналаймыз. Амандық болса, көктем шыға қайта ораламыз. Туған жерде балапан басып, өсіп өнеміз, деді әкем. Қош, туған жер, ата мекен, көріскенше арасан, деп анам қимастықтан жылап жіберді. Қош, менің туған жерім, дедім мен де даусым тірілдеп. Төменде жарқырап, арасан қалып бара жатты. Біз ауылды үш айналып ұштық та, бетімізді түстікке түзедік.